Тагнан шаларымene жынталыптыр сәрбидей сағындың сені бауырымай. Міне осы көріністен кейін дәл 50 жыл өтті бүгін. Осы ескерткіш құлпытасқа арналған арнауын ауылымыздың ақыны Тоқан Шабек айтады. Басымды мен әруақ қайғаяқау ие келдім. Өздерің қорғанымда сүйенерім. Жарты ғасыр торқалы ұлы тойың ақындардың тіліне тиек едің. Аталарға тас қойып есін алған ассалаумағалейкум киелелім айғаяғы. Адалдық беріп Құдай айғаяғы астарыңа. Бақыттан тілемеймін басқаныдан. Осы тұр ескерткіш қойған аталардың арқасында бұзылды жаудың қамал тастары да. Артымда бейбіт бір деп өмір болсын деп, бейбіт өмір әпердей аспаныңа. Мынандай ұлдармен қыз туғызды, артындағы гүлденген өмірім басқаруға. Бәріміз сол әруаққа бас иейік, батасы тие берсін жастарын айғаяғы. Арайтаң арайланып айғаяғы атқан шығар. Талай күн қызық боп, қиын боп батқан шығар. Еске алып тас қойып жатса бүгін, топырағында бір аунап жатқан шығар айғаяғы. Жаманшылық ешқашанда айғаяғы болмасын ай. Бақ пен дәулет бастарыңа орнасын ай. Құдайым қол аяқтарыңа қуат берсін, жатқан бүгін көк тасты орнатып ай. Осы отырған айналайын асыл халқым, сол аталардың әруағы қорғасын ай айғаяғы. Сөйік әсем жырдың айғаяғы арнасын ай. Әр адам айтқан сөздау талғасын ай. Кеше боп 1 май, бүгін 9 май, ертең айт қой, жатыр ғой мейкереке мерекеге жалғасып ай айғаяғы. Жақсының аталардың шарапаты тиіп жүрсін, жас ұрпақ остасқа басын иіп жүрсін. Тас қойған айналайын асыл елім, солардың шарапатау тиіп жүрсін айғаяғы. Рахмет.
келесі жазба ақынымыз осы мектептің 11 класс оқушысы, облыстық аудандық жазба ақындар айтысының жүлдегері Бөлекбаева Жазира. Құрметті жиылған қауым, баршаңызды мына үлкен мерекемен құттықтаймын. Құттықтай отырып, мына бір өлеңімді тарту еткелі тұрмын. Ұлы жеңіске 50 жыл, жарты ғасыр болған мереке. Соғыс, сұм соғыстар болмасын, барлық елде бейбітшілік орнасын, көгершіндер халықтасын көгімде, бейбіт күнді барша халық қолдасын. Жеңіс үшін жан қиғандар есімде, оларды біз ұмытпаймыз мәңгілік, болсын олар сенің нәркез есіңде. Айтамыз біз сол жандарды ән қылып, жүректерде батырлар жайлы жүрән бар, кез емес қазір қиядан құлап сыраңдар. Есімде әлі төлеген, талғат, нүркендер, есімде әлі қияға ұшқан қырандар. Ер жүрек жандар халқы менен жасарар, оларды ойлап ел көзіне жасалар. Есімде әлі шығыстың қош жұлдызы, жүрегімде әлия, мәншік апалар. Жүрегіме тұна берді жыр бүгін, түсінбейді ойлап тұрсаң жырдығым. Қуана біздер тойлаймыз енді мінекей, ұлы мына жеңістің 50 жылдығын. 50 жыл деген жарты ғасыр аз емес, қуаныш үлкен, шаттық үлкен не деген. Қуанамын халқым менен бірігіп, пәк сезімге мен де бүгін кенелем. Қуан бүгін, қуан және шаттан да, тойдың отын әрбір жерде жаққан ба. Жырламай мен отырамын қалайша, ұлы тойға 50 жыл толып жатқанда. Рахмет. Аяз Бекбаевтың термесі өлмес-ай орындайтын облыстық аудандық ақындар айтысының жүлдегері жас ақынымыз Ержан Жексенбиев. Вақты бабалар аталар қайда өлмес-ай, ақ сүт беріп өсірген аналары қайда өлмес-ай. Өмірдің мәні болар май, біреу өліп біреу келмес-ай. Ақ бата қабыл болар май, өткен ата баба аналарды ескап жүрмес-ай. Октябрьдің сарбазы ер жүрек батыр қолбасшы-ай. Осы бір мына чат өмірі солардың да арқасы-ай. Ажалдан хабар келмес-ай, аман келді батыр бабам қайда өлмес-ай. Кемеңгер ақын ұлабай, байманап көткен ұнамай. Өзі өтіп кетсе де жырлары інжу маржандай. Өлімге қайтып қиясын, қазақша еркін сөйлеске Пушкиннің Татьянасын. Ажалдан хабар келмес-ай, ұлы ақын Абай бабам қайда өлмес-ай. Дарыған өмір жасынан, ғұмыры озған ғасырдан. Екі өмірдің куәсі-ай, Ленинградтық өренім дұшпанның құтқын қашырған. Қасиетті қарашал қазақтың даңқын асырған. Осындай дана атаны қара жер топырақ беті жасырған. Ажалдан хабар келмес-ай, әулие-ата Жамбыл бабам қайда өлмес-ай. Ұлы Абайды тірілткен
қараған алға үмітпен. Кемеңгер аға мұқтарым, өнеріңді құптадым. Осындай дана атанып, қара жер қалай жұтқанын. Ажалдан хабар келмес ай, мұқтар ағам қайда өлмес ай. Әр уақыты бабалар, аталар қайда өлмес ай. Ақ сүт беріп өсірген аналар қайда өлмес ай. Өмірдің мәні болар май, біреу өліп біреу келмес ай. Ақ батаға бұл болар май, өткен ата баба аналарды ескап жүрмес ай. Ақ батаға бұл болар май, өткен ата баба аналарды ескап жүрмес ай. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні Жетісу. Бәрімізге керекті нәрсе. Сондықтан осы жақсы бастаманы теледидарда істейтін Қожа Ахмет қызы Ардаққа, Қожа Ахмет баласы Бағдатқа осы жақсы бастаманы көрсетіп, елге, жұртқа танытса екен деп тілек айтам. Содан кейін басылымда жұмыс істеп жүрген бауырымыз Армиял осы жақсы бастаманы жарыққа шығарса, осы нұр үстіне нұр болар еді. Келесі жылғы 9 майға жаңағы бауырларымыздың айтқанындай, осы жерде тұратын ескерткішке, осы ауылдың үлкен кішісі, алыс жағындағы ағайындардың барлығы ат салысады деп сіздерді сендіруге рұқсат етіңіздер. Құрметті қатысып отырған көрермендер, алыстан келген туысқан бауырларымыз, ұлы жеңістің мерейтойы құтты болсын. Осы ашылу кешіне куә болып отырған ескерткішке бастама болып отырған мына класыменен дайындалып келіп отырған қызымыз Қарлығашты құттықтауға, демеуші болуға рұқсат етіңіздер. Қарлығаш, күндерің жемісті болсын. Сол сияқты осы кешке екінші жағынан демеуші болған осы мектептің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Тоттыгүлді де құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Ал құрметті көпшілік, ескерткіш құлпытас ашылуына арналған рәсім осыменен аяқталды. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Осы бабаларымыздың әруағы бәріңізді қолдасын.
Kızı aparmana yok. Koya ver. Ketmeyin de 5 defa mınanlardan kırgızda ketmeyin. Nasıllar mı? Niye nana sürüttürdün? Hayır. Sen gitmeysin mi? Bilmiyorum. Barmайсың ба? Ha?
Elde cevap verildi mi? İyi. Argiller gitti o. Yerden geçti gidemiz dedi. Sürünürme ne? Ha. Kara. Oynattı mı seni? Para. Kızın görmeye çıkıp gittin mi? Ha. Kızın görüp oraya çıkıp kim idi bana? Belli. 15 mingday adam qurban bo'lib, 1418 kunga so'zilgan Ular Otan so'g'isi elimizning tarixidagi eng og'ir qatal sim bo'ldi. So'g'isning bas kezi surapul bo'ldi. Deganmen, Gitlerchilarning jasagan qavur so'g'ish jоспары kuyregani 41-yilning o'zida qayqim bo'ldi. Xalqning birikkan qarulu kuchlari qo'rg'on shayqaslarida o'tib berib, voqealar barsin kurt o'zgarta bildi. Brest qamali, Stalingrad, Kursk kiyini, Yassi Kishinyov, Visla Odder, Berlin operatsiyalari bizning jengishimizning ma'nozli kezengleri. Sol kezdagi armiya o'z shayqaslarda o'z o'chpes daqqa bo'ladi. Bizning respublikamizning еңбеккерлері de жеңіс шежіресіне жарқын беттер жазды. Қазақстандық жауынгерлер Ұлы Отан соғысы майдандарында ерлік пен батылдық көрсетті. 500-дей солдат пен офицер Совет одағы батыр атағына ие болды. Олардың ішінде Дубосекова разъезінде ерлік жасаған панфиловшылар, 2 мәрте Совет одағының батырлары Талғат Бегальдинов, Леонид Беда, Сергей Луганский, Иван Павлов, Совет одағының батырлары Нұркен Әбдіров, Сұлтан Баймағамбетов, Қазақтың қос қарлығашы Әлия Молдағұлова мен Мәншік Мәметова және көптеген адамдар бар. Республика соғыс жылдарында елдің шығысына эвакуацияланған 240 өнеркәсіп орнының 150-ін жуығын қабылдап жедел іске қосты. Қазақстандықтардың ақшалай қаражаты танкілер, самолеттер, торпеда катерлері, сүңгір қайықтар жасалды. Республика ерікті түрде қорғаныс қорына 5 миллиардтан астам ақшалай сыйлық, 2,5 миллионнан астам жылы киім киелген 1600 вагон майданға жөнелтті. Отты жылдарда бүкіл халық көрсеткен ерлік жолы бүгінгі және келер ұрпақ зор тағылым алатын тарихи тарауы. Жеңіс күні жыл сайын аталып өтетін үлкен мереке. Әсіресе биылғы Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 50 жыл. Жеңіс күні біз отанымыздың тарихындағы от жалынды жылдарды, ел мен жерін басқыншылардан қорғау жолында қаза болған ерлерді еске аламыз, оларға тағзым етеміз. Соғысталған қасірет, бұрынғы жамбыл колхозы қазір ағзат ғалымға айналып өткен жоқ. Соғысқа кеткен 100 адамның 65-і соғысқа құрбан болып, ел жұртына оралмады. Артында еңіреп анасы, жары, бала шағасы қалды. Бүгін 1940-45 жылдары Ұлы Отан соғысына құрбан болған бауырларымызды еске қалдыру мақсатында болашақта ескерткіш орнататын орынға белгі қою рәсіміне жиналып отырмыз. Осы ескерткіш болатын орындағы тас ташу рәсімі соғыс ардагерлері ауылымыздың сыйлы ақсақалы Тұрғазы ақсақал менен Әшірғазы ағаға, Нұрбұба апамызға тапсырылсын. Қас батыр жауға шабар жағаласа,
ел үшін ар мен намыс қолқа салса, мәңгілік өмір жасап өлмегені, батырдың ел аузында аты қалса, деп ақын ағаларымыз жырлағандай, бүгінгі ұлы жеңістің 50 жылдық мерекесіне өз ауылымыздан сол сұрапыл соғыс жылдарында ерлігімен ел үшін жанын беріп, еңбегімен ақырғы терін төгіп, еліне оралмай қалған аталарымыз бен ағаларымызға, еліне аман келіп, отан соғысының ардагері, еңбек ардагері болып, арамыздан кеткен аталарымыз бен ағаларымызға арналған құлпытаста Әппіражиев Әбілқан, Байғонысов Әбдірахман, Бақаев Сапарғали, Бегімжанов Рамазан, Бұғыбаев Садуақас, Ерғалиев Мұсабай, Ешмұхамбетов Нұржеке, Жақстаев Мұқа, Жақыпбеков Мақұлбек, Жанғазиев Кентай, Жарболов Жақыпбек, Жетпісбаев Мырзалы, Жұмағұлов Айып, Жұмақов Сейтқожа, Иманғазиев Қалиғазы, Иманжанов Сағаш, Исабеков Қайыпбек, Кеңесбаев Тұрдыш, Күреңбаев Ерғожа, Қаниев Әбу, Қарымбаев Тоғайбай, Қасенов Ақбас, Мақсұтов Ахметша, Мәмбетов Батырғали, Нұрбақбаев Мұсақан, Нүсіпов Ұзақ, Өстеміров Нұғыман, Рыскелдиев Сиязбай, Самылтыров Мұқа, Тұмабаев Жапарғали, Үмбеталиев Қаби, Үмбетов Мырзахмет, Үмбетов Шаяхмет, Үсенов Әбдібек, Қалықов Мәрібжан, Қалықов Сейтбек, Шәкиров Мина, Шәкіров Мұқыш, Шәлімбеков Сәми, Ыстапов Айтақын, Ыстапов Қабжан, Газылбеков Айтбек, Газылбеков Мұхамеджан, Ектемісов Тұрған, Жарболов Есіпбай, Жарболов Сайнахмет, Қылышбаев Нұрым, Олжабаев Өскенбай, Оңғаров Жүнәділ, Өскенбаев Базарбай, Бейсенбаев Құрманбек, Бейсенбаев Оразбай, Сембаев Жүнәділ, Түленшиев Әли, Түленшиев Әбіқасым, Түленшиев Нақсыбек, Қышқыбек Оғалбек, Қышқыбек Күәли, Келенбаев Күнбалат, Бақбасар Кебек, Айдарбек Абтаран, Тоқтарбек Қажы, Тоқтарбаев Қанапия, Бейсенбиев Тұрақын, сынды сол жат жерден тоқталып аталарымыздың аты. Ақбөлін Сымақ, Ақмолдаев Хасенжан, Ауғанбаев Жанғазы, Ахметов Сейтқожа, Ахметов Сейтмұқа, Байғонов Сүлейбек, Жақсаев Айтмұқаш, Жақсаев Мұқаш, Көшірбаев Шыныбек, Көшірбаев Шыны, Қасқарауов Иманғали, Қасымбек Тоқтарқожа, Тұмғанбаев Мұсахмет, Бабалдиев Бауберген, Жайлаубаев Мұса, Ибақаев Өкенбай, Иманбаев Қияқбай, Найзабеков Нүке, Ордабаев Жүнісбек, Рақымжанов Әкпіражы, Ырыскелдиев Қабидан, Саурықов Қожахмет, Төлешев Қали, Тұрсбаев Досан, Шәкіров Сүлеймен, Ағадиев Иса, Газылбеков Қасен, Еркебалаев Әбіләкім, Жетпісбаев Қайымбек, Жиенбаев Саудабай, Қайырбеков Дуанбек, Қайырбеков Тоқтар, Оңғаров Әліпбай, Тыштыбеков Нұрахмет, Үсенов Анарбек, Жайлаубаев Садуақас сынды аталарымыздың аты жазылады. Өлі разы болмай тірі байымайды дейді ғой. Соғыста қайтыс болған, соғыстан келіп қайтыс болған бауырларымыздың рухына бағыштап, ауылымыздың имамы Құран оқыса. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا هاجروا فيها سمعوا لها شهيها وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نقيل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرات وأجر كبير والسر قولهم والجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويخبزن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزق فأنجوه في عدو ونفر أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا من يمشي سويا على صراط مستقيم والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فذكر فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فرأيتم الذين ينظرون من الذين يجرون من عذاب عليم والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين إذا رأيتم من أسفه ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا نبلون على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إليك إنك أنت التواب الرحيم Ya bükül alemning jaratuvchi jarqovchi Iyesi rahmeti keng ulu Allah o'qigan Qur'onimizni iltifot marhamating men dargohingda qabul o'z qasında maqbul ayla. Bizlarga Qur'on o'qib qilgan bunga avesini bizga bu Qur'on Karim o'qiganda bizlarga o'qilgan o'qib qadimliklerimizga ketgan ağız qadimliklerimizga teşekkür rahmet ediyor Allah. Bizler bu Qur'onda senin kalamın hak özlediğin doğru seninle İsmail senin okuyor oturup kolumuzu cayıp basımızı mülkü yigen boylarından merhamet dileyimiz. Bizler arkanday merhametine layık olmasak da mınçalık kırçıksız sezim, hayalsız sezimden canlarına nağız ıklasımız oray gafur rahim sıfatıyla katelik günahlarımızı, karsız günahlarımızı teşvik bizlerine rahmet ediyor Allah. Öyküyle bizim yazılımız sağdan, günahımız kaçtan varlık olsa da senin merhametin sevgisi bol senin la taknetinin rahmet olma degen oğluna günahkar bendedir Allah'ın rahmetine küdürüzdür degen sözüne imanımız kamil Allah. Ya Allah bizlerde evlatımızda kelişi urpağımızda Kur'an sevlesimen ağartıp, Kur'an nurымен nurlandırıp, Kur'an yolumen, İslam yolumen yürügen nasip et Allah. Ya Allah bizlerde yerimizde, yerimizde körünen körünbez kayga kasretten, korluk zombuluktan, avurçuluktan, tarçılıktan, yerden kökten geletin pelejaladan,
Жердің сілкінуінен, селдің басуынан, судың тасуынан, өрттен, жұттан, қуаңшылықтан, ашаршылықтан, тағы да басқа түрлі пәле жаладан әмсе өзің сақталла. Я Алла, біздерді бір тұтас мұсылман елін қайда жүрсек те ля иляха илlallah Мұхаммед Расулалла деген Құдайдың құлы Мұхаммедтің үмметі мұсылман қауымның ішінде өмір сүруге нәсіп ет. Мұсылман қауымынан адастырма Алла. Мұсылман қауымынан адасқаннан сақта. Я Алла, біздерді бұл дүнияда қор қылмалла, о дүнияда зар қылмалла. Екі дүнияда да бақытты өмір бер, бақытты бер Алла тағала. Бұл дүнияда бақытты өмір беріп, о дүнияда жәннатыңнан нәсіп ет, жаһаннамыңнан сақта. Bir tutas Müslümanların varlık ötkenlerinin zamanında bu yerde ömür sürgen bugünleri ufakları tavsılıp nesilleri kesilimizde umutlup ketken Müslüman arvaqların ruhuna alıstan жақынан gelip çın ıhlasымен amin deb oturgan camiyyət Müslüman cemaatlardan yani barlığımızın ata-analarımızga, babalarımızın, əjələrimizin, tuğan tin qarındaşlarımızın, жақınlarımızın, Құда-жекжаттарымыздың ең жақынықты көретін сүйікті адамдарымыздың рухына осы оқылған Құран сәулесіндегі Құран жүрегі болған Мүлік сүресінің сауабын бағышлады Алла. Я Алла, өлгендерімізге иман беріп, тірілерімізге бейіл береке, бақытты заман бер Алла тағала. Өлгендерімізді әрқашан жоқта бартына Құран оқытуға, мұсылман жолы менен жүруге нәсіп ет, берахметі ярхаман. Енді осы ашылған құлықтасқа гүл шоқтарын қоюға рұқсат. Шар әкімі Құрманбеков жайыққа беріледі. Құрметті ағайындар, туыстар, әкелер, шешелер, бүгін өткенді еске сүретін, болашаққа үміт арттыратын үлкен бір істі қолға алып, ауыл болып, жиналып, құлыптасты ашып жатырмыз. Әрине, құлыптастың жанында жазылған азаматтардың әрбірінің атының өзі бір-бір төбе, бір-бір дүния, бір-бір жатқан үлкен тарих. Ертеңгі гүл шоқтарын қойып отырған сол кісілердің немерелері, шөберелері қайда, кімге, кім екенін біле жүрсін деген оймен осы тасты жасап отырмыз. Бұл болашақта үлкею керек. Бір қатар азаматтармен келісіп, ол іс аяқталады. Оған күмән болмасын ешкімнің. Бірақ бүгін соның басын бастап, ұлы жеңістің 50 жылдық мерекесінде еліне, жеріне жетемай қалған азаматтарды, еліне, жеріне келіп, бүгінгі осы жеңістің мейрамын көре алмаған, дастарханнан дәм татпаған азаматтарды еске түсіріп, осындай бір үлкен еске түсіру күн жасайық деген ой еді. Бүгін оның үстіне 8 мамыр, баяғы ал көздеріңіз білетін 23 февраль
Совет армиясы деп айтамыз ғой. Бүгін тағы да сондай 8 мамыр біздің мемлекеттің ұлан армиясының күні. Осындай күнде, осындай жағдайда кезінде болашаққа сара жол салып кеткен әкелерімізді, аталарымыздың басына, рухына басымызды еп, Құранымызды оқып, сол кісілерге бір ауыз жылы сөзімізді бағыштайық деген үлкен ниет. Оның үстіне ертең ұлы жеңістің 50 жылдық күні, оның ар жағына барса, бүкіл мұсылман қауымның үлкен айт мейрамы тағы осыған ұштасып жатыр. Осының өзі, осы біздің елдің, осы жердің, осы халықтың ынтымағы мен бірлігін, туыстығын, біріне бірінің жаңағы өте жақын екендігін көрсететін дүние. Сондықтан енді осы азаматтарға, осы кісілердің ерлігіне, осы кісілердің ұрқына бас иіп, осы мейрамдарыңыз құтты болсын деп айтайық. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз бәріңіздікі ұзақ болсын. Осы елдің ел екендігін, ердің ер екендігін шығаратын осы отырған сіздер мен біздер. Сондықтан болашақ ұрпаққа тәрбиелік мәні бар жұмысты бәріміз бірігіп, үлкеніміз үлкендей, кішіміз кішідей жүргізе берейік. Мейрамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Рахмет бәріңізге. Ескерткіш таш ашу рәсіміне арналған келесі сөзді ауылымыздың ақсақалы, соғыс ардагері Тұрлығазат аға береміз. Қымбат ағайын, бүгінгі күні ұлыстың ұлы күні мына соғыстың тоқтағанына 50 жылдыққа байланысты, соғысқа өткелі отырған мына мейрамға байланысты біздің Ақжазық ауылы осындағы еңбекшілер халық жиналып, совхоздың басшылары барлығы көмектесіп ақылдаса отырып, кешегі отан соғысына кетіп оралмай қалған, сонда шейіт болып кеткен жаңағы бабаларымызға, бауырларымызға, туыс әкелерімізге бүгін мінеки құлпытасының бетін ашып отырмыз. Бұл әрине үлкен бір қуанышты жағдай. Егерде мен айтқан болар едім, осы соғыс басталмастан бұрын, осы біздің Ақжазық колхозы мен Жамбыл колхозы екеуінде не бар, значит, жаңағы 70-80 ғана үй болатын болса, сол 70-80 үйдің өзінен жаңағы біздің жазылып отырған 101 адамның өзі мінеки хабар ошарсы шейіт болып кеткен отан соғысында. Солар осында халықтың елін қорғаймын, жерін қорғаймын деп жаңағы жандарын қиған. Міне бүгін соны біз еске алып осында құлпытас орнатып, барлық ақылдасып бұған көп күш шығарып осында ауыл азаматтары ел жүрді. Сол кісілердің қазір міне айтсақ қазір кейбір уақытында біз ұмытып қалған жағдайларымыз бар. Аты да қалып ұмытып қалған деймін, әкесінің атын соны іздеп тауып мінеки қазір бәрін еске түсіріп отыру деген біздің артымыздағы жас ұрпақтарымызға да мінеки бабасы бар екен, атасы бар, туысы бар екен деген сияқты танытып отырған бір үлкен істеліп жатқан жұмыстың бейнесі. Осы кісілер тек қана отан соғысында емес, жаңағы колхоздасқан уақытысында біздің Кітапбек ақсақал осында жинап, мына жақта Олжабаев, Жаныспай ақсақал, әр жерде қалған анау Қосталдағы болмаса қайшыда қалғандар жинап етіп, колхозды ұйымдастырып, осында жұмыс істетіп басын қосқан. Оның кейінгі ол кісіден кейінгі жаңағы Райкен, Үсіпқожа, соның кейін Мұқа сияқтылар соның ізін бастап келгенде, осы азаматтар, мынау Чет Жамбыл колхозы шыған ағайға жаяу барып су ұстап, колхоздың әл-ауқатын арттырып, жаңағы ашаршылықтан алып шығып, жаңадан адам болайын деген уақытысында Герман соғысы басталып, соған кетіп барып ел үшін, жұрты үшін жаңағы жанын қиған адамдар. Соның арбағына бағыштап, сол кісілерді еске мәңгі сақтап қалтыру үшін мына құлпытасты ұйымдастырып отырмыз. Оған совхоздың дирекциясының көмегіне рахмет. Кеше өзді алдыңғы өздеріңізді айттыңыздар, рахмет. Бүгін тағы айтамыз совхоз дирекциясына рахмет. Ал енді оның кейінгі жерде осында біздің еңбек ардагерлері бар. Соның кейінгі кешегі күні жаламенен кеткен бауырларымыз. Міне осының барлығы мұныға тақтағы болды, әзір міне уақытша салынып отыр. Оның барлығына қайттан жасап, біз қайттан үлкейтеміз. Ал енді мінеки бір жақсы қуанышты жағдай. Жақсы істің басына, жақсы келер қасына дейді.
қазақ. Biz mında жасап отырған жаңағы жұмысымызға мінеки балалар келіп отыр, ана Өскеменнен әлем келіп отыр, әшем келіп отыр, осындай балалар келіп отыр мінеки. Ендігі біздің мақсатымыз мына уақытша тағы да айтайын. Ал енді осыған халық болып, жұрт болып, ел болып жаңағы осыған тағы да көмектесіп үлкейту жағына кеше совхоздың директорыменен келісілген. Совхоздың директоры барлық көмегімнің қоршайтының барлығын беремін деді. Ендігі біздің мақсат алға қоятығын міндетіміз Абир атақ совхоздікі, совхоздан қасы осы Ақжазық ауылынікі, Жамбыл төменге екінші бермей бұрынғы Жамбыл қалқозы. Біз бөлініп отырғанымыз жоқ. Ауылымыз аралас, қойымыз қорылас, бір қалқыз болғамыз кейін. Міне осының барлығын енді іске асыру жөнінде көмек етеді деп әрине бар күшімізді саламыз. Ал енді сұрайтын мәселе бұл жерде мен бір жағын көбірек айтатыным. Осы жөнінде мен генеральный директор деген атақ алып отырмын қазір. Енді оны жасыруға болмайды, бұл жасыруға достар бұл істейді әрине халықтың көмегі. Осында әлем атқасып отыр. Онда жердегі жасап беріп келешекте алдағы мәселені, алдағы мұның үлкейту мәселесі, бұл бұтасын үлкейтіп қою мәселесіне бұған көмек ететіндей жағдай болатын болса, болмайтын болса, Марат отыр қазір, мен мінеки мынаның төңірегін бәрін асфальт салып берем деді рахмет оған. Марат асфальт салып берсе, міне осындай көзге көрнекті келесі жылғы осындай жаңағы 9 майға осының бәрін жасап бітірсек, біздің ауылға көп рахмет емес пе, көп көрнекті мәселе. Міне ерді міне осы кісілердің ұрпақтары, немере шөберелері шығып қалып ана тізімді көріп, үйіне барып, ақпа, бәлем менің атамның аты бар екен, бәлем бар екен десе, есін алып жүретте бірден бірге бұл кісінің аты біздің ойымызда мәңгі сақталады. Мына мәңгілік өшпес сақта деген сөз. Соның үшін осыған бәріміз күш салуымыз керек, бәсен келіп отыр әнеки. Жазушылар бар осында, ана болатжандар бар мінеки. Артынан қалып қаса дағы келіп әйтеуір көмегін жасап жүреді. Ал екінші айтылатығын мәселе, енді біз мұны ұйымдастырдық, көпшілік қауым, оқушы жастар, мұғалімдар, барлығымыз осыған қалай болсылай бір күні бір жерін сызық кетіп, бір күні біреуіміз малын жіберіп қойып, көгелдендірамыз, міне үлкейеді әлі. Бір күні біреу малды қойып жүр. Bir günü birnemesini sızıp etip yürgönge barımız göz kırmızı salımımız gerek. Bu ortak mesele bu eskertkiş. Gerek bulatın basa kesini basına gelip osunda okuturuğa da bulat. Bu degen bir жақсылық іс болғаннан кейінгі жерде осыған бәріміз ауыл адамдары асалысы осының жаңағы көгеріп көктеуінің осының жақсы болып тұруына біз барлығымыз күш салуымыз керек. Әсіресе айтылатын мәселе тек қана осының бір жерін білдіріп алмай алға қарай осының көрнекті етіп ұстауымызға. Ал енді осының ішінде жолдастар айтылатын мәселе осы. Бұл деген өте жақсылық. Туған бауырларымыздың ізіне жаны жайлы болсын егерде ол дүниелік өткен ішінде. Ал енді кейін кеше күн айтуымызға керек осында. Көптегендері хабар ошарсыз қат жоқ. Кеше күні әке шешеміз соларды кебін киген келмейді, кебіне киген келеді деп, көзін жұмарына дейін есікке қарап аңсап кеткен бейсаны. Сәми бар, Нұржөке бар, Мұсабай бар, Мырзалы бар, сол сияқты хабар кеткендерге. Солай барлық енді өлі болатын болса иманды болар, тірі болатын болса риза болар халқына. Осындай мейрам құтты болсын, келгендеріңізге рахмет, барлығыңыз ассалы күш салуларыңызды сұраймын. Келесі сөз соғыс ардагері Әшірғазы Ақсақалға беріледі. Құрметті ағайындар, мынау сіздерді 50 жылдық мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ал енді мен несін көп айтайын. Мына менің отандастарым мына 50 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Содан кейін қалған мына жаңағы артта қалған өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз, балаларымыз аман бол. Осы жақсылыққа бөлене беріңіздер. Әрқашанда аспандарың ашық болсын, замандарың тыныш болсын. Я Құдай өздеріңе өмір берсін, қашанда болса өстіп алға баса берек, қарақтарым. Ендігі айтатын мынау
ескерткіш орнатыпты. Азаттық ауылының активтеріне рахмет. Одан кейінгі біздің директорымыз Құрманбекке рахмет. Осыменен не айтайын, жаңағы алдыңғы айтып кеткен жауаптардың бәріне қосыламын. Сіздерге келешектеріңіз зор болсын. И бастарыңа амандық берсін. Келесі сөз сонау алыстан келіп отырған Әленге берсек, Оспан Алағанұлына. Қымбатты ақсамалды апайлар, ақсақалды кішкене сөз берген жігітке дұрыс айтқан жоқ. Ана менің әжем көзін жұмғанша мені осы соғыстан оралмаған баласы, Сәмидің баласы деп. Мектеп бітіргенше Сәми бәлем болған мен, шәлімек емес. Сондықтан 1200 километр жерден келіп, кіндік қаны тамған, топырақ бұйырмаған атамның басына кеп отырдым. 65 адам тағы да өшірге келген ақсақалдардың атына мен сіздердің алдарыңызды ант беремін. Бұлардың аты жөндері космосқа ұшқан металл титаннан болады. Титан деген металл. Ол 100 жыл болса да, 100 мың жыл болса да өшпейтін. Біздің осы әлпештеп басқан балаларымыздан ақсақалдарымызға шейін, аналарымызға шейін әр уақытта бастарын иіп, әр уақытта осы жерге келіп, құдіретті жерге басын иіп, мұсылман қадым, осы жерде бір құдіретті жер болады. Осыны ойлаған, осыны осылай істеген ақсақалдарға, ұжым басшыларына мыңда бір рахмет. Семьяларыңызға бақыт, замандарымыз гүлдей берсін, қиыншылық артта қалады. Біз барлығына соғысқа да тоңып 5 жылда біздің аталарымыз соны жеңіп, осы аспанымызды ашыққан сол кісілер болатын. Рахмет сіздерге. Әр уақытта бақыт тілеймін. Қай жерде жүрсек те біз аман болайық. Шығыс Панфилов ауданынан қазір 3 елші бар. Америкада Рангошин деген, Россияда, Москвада Мансуров деген, Белоруссияда Темірбаев деген біздің жерлестеріміз бар. Сондықтан әр уақытта үлкен мемлекеттерде істеген біздің жерлестеріміз біз бақытты боламыз. Ол бақытты болғансын сіздерге осы балаларыңыз жүрушілерден ертең алматыда болып шығармыз. Дәм жүрсі, бас иіп, әр уақытта осылай болмаса біз адамбыз да. Сондықтан келіп отырмыз. Рахмет сіздерге, жүздеріңізге, әр уақытта сіздердің орнына көріп отырайық. Келесі сөзді осы ауылдың баласы, сонау Алматыдан келген Қазақ әдебиеті газетінің ғылым бөлімінің меңгерушісі, жазушы Армел Тасымбековке береміз. Қадірлі ауылдастар, қадірлі туған туысқандар, әнелер, қарындастарым, бүгін бір ауылымызда Ақжазық ауылында үлкен мереке еске аларлық күн. Мынау атақты тарихшы, философ Дмитрий Волкогонов былай деп жазды жақында. Ұлы Отан соғысында қаза болғандардың саны бұрын 20 деп айтып едік, 20 миллион. Қазір мен оған 7 миллионды қостым деді. Сонда 27 миллион Ұлы Отан соғысында шейіт болып кеткен екен. Одан кейін ол кісінің айтуы бойынша, бұған мен тағы да бірнеше миллион цифрларды қосам деді. Ол Ұлы Отан соғысының жылдары, осы Ұлы Отан соғысында
тылда жұмыс істеп, қара жұмыспенен қырылған адамдарды қосқанда, Ұлы Отан соғысындағы барлық халықтардың саны шейіт болғандар 40 миллион екен. Ал енді сол 40 миллион бір мемлекеттің саны, ол қазіргі айтқанда Иран Республикасының 40 миллион саны. Мен бір қысқаша бір әңгіме айта кетейін. Сол Иран, біз өзі бір қарапайым халықпыз, көп нәрсені дер кезінде жаза алмадық, айта алмадық, ұмыт қала берді. Ал енді мынау соғыстың 50 жылдығы кезеңінде оны айтып қалу керек. Сол Ирандағы посол бағанағы Мырзатай Жолдасбеков ағамыз мынандай бір хабарлама берген болатын. Мен сонда елші болып жүргенде сол Иранда бір өгіз бағып жүрген Совет одағының батыр атағы бар бір адамды көрдім деді. Бұл қандай жағдай? Өзінің батыр екенін айтпаған, өзінің оты мықты екенін айтпаған. Шетелде жүріп, елін сағынады, бірақ ана жаққа өтіп кеткенде соғыс кезінде Ұлы Отан соғысының батыр атағын болған, Совет одағының батыр атағын ана жақта өгіз бағып жүрді. Сол сияқты біз де көп жылдеш нәрсені есептей алмадық, білмей қалдық. Мен бір нәрсені айтайын. Осында армияда жүрген кезде Подольск деген қалада мен мына Рақшапаның ұлы жалғыз ұлы жоғалып кеткен. Ұзақ ағаны мен іздедім жалпы. Сөйтіп ол кісіні мен тауып алдым. Подольск қаласында үлкен архив бар, сол кезде Совет одағы бойынша. Қазір дүниежүзі бойынша архивтердің бірі, сол архивте Н деген Нүсіпов деген фамилияны есептесем, мен сонда Н деген тек қана фамилияменен. Сонда 100 мың адамның Н деген фамилия тұр. Соның ішінде орта шенінде Нүсіпов ұзақ деген жігітті мен тауып осында ауылға келіп айтып бердім, бірақ сол кісілер қайтып болып кетті. Сол сияқты осында аты бар да заты жоқ, бірақ ешкімге ұмытып қалмаған мына жігіттер, осында қыздар, шәкірттері, бала-шағалары білмейтін осындай адамдар табуға болады десек. Мен бағана Әлен айтып отыр. Мен космосқа ұшатын ракеталардың Титан арқылы мен жазып береміз десе, ал осы ауылдан шығатын біз сияқты ақырын журналистер, ақындары болсын, жазушылар болсын, соны біз қаламымыз арқылы іздесек, талай-талай тарихтың бетін ашар едік. Енді мынандай бір тарих, осы Ақжазық ауылының тарихын бастап кеткен Кітапбек аға туралы, оны жинап жазған анау алыстағы Бекең, Бексұлтан Нұржекеев, үлкен еңбек жасап отыр. Одан кейінгі айтар әңгіме, мына Тұрлыға аға айтып отыр бағана. Осында көп еңбек еленбеген азаматтар бар. Мен білетін бір апай бар, оның аты осында отырмын екен, Кабир апай. Бар ғой? Кеше осы жерде біз анау тасаттық берді, өте тамаша. Сол бақ менің ойымша 1944 жылы ұйымдастырылған екен. Сонда алғашқы ол сол еңбек жасағанның ішінде Кабир апай деп айтады. Рас па осы? Рас қой. Онда сол баққа бұдан кейінгі бір тарихи бір ескерткіш болу керек. Бұл немесе Солтанқұл ауылының немесе бағы, немесе Достық бағы, немесе Жеңіс бағы деген сияқты. Дұрыс па осы? Сол сияқты құрметті ағайындар, менің айтайын дегенім, мен осы мектептің түлегімін, осы ауылдың мен баласымын. Сондықтан мынау осы ескерткіш мектептің нағыз білім ордасының алдында тұр. Мына жақта егер дом культурамыз болатын болса, мына жақта мектеп болатын болса, мына жерде шәкірттер болатын болса, нағыз құрметтейтін жер осы. Сондықтан айтарым осы, біз осы ауылды құрметтей білейік. Ана жақта жазушымыз бар, ана жақта ғалымымыз бар, мына жақта мына Әленіміз бар, мына жақта Тақсын Тағыз деген сияқты. Адем бұдан кейінгі нәрсе, үлкенді құрметтемей еш нәрсе де болмайды. Мінегі бөлгендерді, Отан соғысының шейіттерін бүгін еске алар болсақ, ендігі ақсақал болып шыққан азаматтарды еске алып, еңбек сонау 1937-38-41 жылдары халық жауы деген бекер жалған жаламен атылып кеткен, жоғалып кеткен, елеусіз қалған азаматтар да өсерге жаз, солардың да тарихын біле берейік. Рахмет. Келесі сөз осы ауылдың түлегі, осы бүгінгі ескерткіштің бас аяғында бірге жүгіріп жүрген Болачанға беріледі. Армысыздар, қадірлі ағайындар, әкелер, шешелер, іні қарындастар, бауырлар. Ұлыстың ұлы күні деп мұсылман қауымы айтпақшы, мына 9 майдың 50 жылдық жеңіс мерекесінің қарсаңында баяғыда 30 жылдары Кітапбек әкеміз Ақжазықтың іргетасын қалағандай бір тарихи кезеңді бастан кешіріп отырмыз ғой деп ойлаймын. Туған жерінен топырақ бұйырмаған осы ауылдан кеткен 101 азаматтың 65-і туған жерінен топырақ бұйырылмаған екен. Соның біреуі ортамызда отырған Әлтай ағаның ағасы
Қабыжан деген кісі соғыстан Кавказ тауынан мынандай деп хат жолдаған екен өлеңмен. Бұл кісіні білмейді екенбіз, кеше Айт Мырзадан сұрап алдым. Шын аты азан қойып, азан шақырып қойған аты Әлімқожа екен ғой, біз әлі таяқ деп білмейді екенбіз. Әлімқожаға 44 жылы Шешен асысыры Кавказ тауынан жазған қысқа Қабыжанның хаты. Әлімқожаға: Әбділда, Әлімқожа інілерім, миятым, артымдағы күнімдерім. Сағынып әке шеше туғандармен ақ жүзді беттеріңді сүйермедім. Болса да інілерім жастарың жас, ел жұртпен кемпір шалға болдыңдар бас. Замана ел иесі сендерсіңдер, болмаса жассыңдар ғой, ұйқыға мас. Заржылап сендер үшін қайғы тарттым, күніне сансыз тілек Құдайға айттым. Әке шеше сендерді көрсеткін деп, Алладан ұйықтасам да тілеп жаттым. Қартайды әкем болса жасы жетті, көзі көрмей уайыммен күші кетті. Қартайып енді дәулет көрер кезде қайғымен бейнет көрді, сорлы дөсті. Қайтейін болған істі санамаймын, сендерге құс боп ұшып бара алмаймын. Білмеймін арамыз алыс қалдеріңді, қол осқа ешбір көмек бере алмаймын. Білмеймін жаным түгел күзелген бе, осы жол жағаларым түзелген бе. Жытылған жағалары кемпір шалға жан бар ба көмектесер біздің елде. Білемін кемпір шалдың соры барын, жаратқан маңдайына жазған қалын. Айырылып ният қылған айтақыннан демесін уайымың басқан қалың. Ер құсап елге барсақ бақпас беді, қарт әкеміз қайғысыз жатпас беді. Шүкірдеп бір Құдайға тәуба айты, тәубасын кемпір шешем айтпас беді. Мәрияны пашамменен жетім дейді-ау, қасына жан жоламай кеттің дейді-ау. Кешегі алақанда өскен пашан әкедеп енді кімге еркелейді-ау. Олардың маңдайынан кім сипайды, мәпелеп шешесі оны бағалмайды. Киімсіз алма-жұлма жүргеннен соң сүйкімсіз сорлы жетім деп санайды. Айтайын көп арманның несін санап, сұраймын бір Құдайдан жалғыз талап. Егерде біреу тілеуімді берсе Құдай, жол тартсам аман есен елге қарап. Өсиет Әлімқожа саған айтар, жыласа жас балалар саған батар. Қайрат қып ақылменен айла тауып, бақсаңыз жаратқаным нәсіп қосар. Көрдім деп жастан бейнет қиналмасаң, ықыласпен кемпір шалдан бата алсаң, кемпір шал әлде болса қор болмасын, ауылда жапарғали сен сау болсаң. Жасы жас, жан серігінің әбілдәрі, үйетіп әрбір іске ақыл салғын. Егерде санаң болса жаным әлтай, зекіріп жас баланы қинамағын. Білдіртпе пашан Мәрия жетімдігін, кемітпе бұрынғыдан киім түрін. Жоқтығын айтақынның білдіртпеген ақылым саған айтар жаным менің. Қат жазған Қабыжан Ысқақов 44 жыл Шешен асысырық Кавказ тауында дейді. Бұған енді алып қосар іштеңе жоқ, бәрі айтылды. Осы қатта осы 44 жылы, осыдан 51 жыл бұрын жазылған қатта бәрі айтылып кетті. Бірі Қарлығашқа немересіне, баласына осыны тапсырамын. Бір кездегі ағаның аманатын бүгінгі жалғыз менің әкем емес, сол кездегі ауылда қалған аталарымыздың дәрі орында деп білемін. Сол кезде аманаттаған Пашақан тәтеміз қазір 5 баланың, 8 немеренің анасы, халықтар достығы орденінің иегері бүгін орталарыңызда отыр. Пашақан тәте, бір ауыз сөз айтыңыз. Құрметті халқым, үлкен кіші ағайын туыс бауырларым. Мына бүгінгі жасап жатқан тойларың әруақтарға бағыштап, ниеттеріңіз қабыл болсын. Оқыған дұғаларыңыз сол кісілердің о дүниенің жақсылығын берсін ол кісілерге. Мен қатты толқу үстіндемін.
осы тіршілікті, осы жұмысты атқарып жүрген осы Ақжазық ауылының азаматтарына рахмет. Осыған бір кісідей атсалысып жүрген мына совхоз басшыларына, осы ауылдың азаматтарына бәріне рахмет. Бұл кісілерге Алла тағала жақсылығын берсін. Бұл кісілерді бала шағасына амандық берсін. Не айтамын? Сол уақыттағы балалық бал дәуренді көрмеген сорлы жетімнің бірі мен едім. Енді міне бүгін есейдік, ер жеттік, бәрі ұмыт болды. Атаусыз қалғандардың аты аталып жатыр. Осыларға рахмет, осы үшін атсалысып жүрген азаматтарға көп рахмет. Жаңа Әленаға айтқандай, келесі сөз жаңа айтып кетті ғой, Әлен ағаң айтқандай деп. Осы жерде арамызда Айт мырза отыр. Сол кісі өзінің бір осы құлпытас ашу рәсіміне байланысты сөзін айтса деген. Сөздерден кейін біраз қорықтым, кешіріңіздер. Біздің ауыл келген кезде бейне бір ұйқыдан оянған сияқты болып тұр. Мүмкін соның бәрі осы келген кезде осы біздің ауылға деген басшының түрткісі болды ма? Жоқ әлде соғыстың 50 жылдығының түрткісі болды ма? Бірақ ауылымызда көп өзгеріс болып жатыр, оның бәрін көріп жатсыздар. Соның бәріне ұйытқы болып, соның бәрін ұйымдастырып, соның бәрін түрткі болып жүрген Дүйенбек аға, ол кісіге де осындай кезде рахмет айтып қоймыз керек. Ол кісі келіп ауылдағы үлкен ақсақалдардың, кемпір шалдардың ұйымдастырып, сол кісілердің арқасында осындай халықтың бәрін жұмылдырып, ақша жоқ, бүгінгі қиыншылық кезде солардың бәрін жұмылдырып, осында біраз істерді тындырып тастадық. Жаңағы сәтем айтқандай, Ақжазық ауылының азаматтары барлықтарыңызға рахмет. Бүгін осының бәрін ұйымдастырып отырған. Осыны ұйымдастыруға осының бәрін бастап, осының бәріне көмектесіп отырған совхоздың әкімшілігіне, оның да жағдайы қиын, оның бәрін білеміз. Сонда да қиын болса да, жаңағы қолда бар дүниеменен осынша бір кішкентай ғана белгі тасымызды қойып, бүгін біраз бастаманы бастадық. Енді келесі жылғы 9 майға дейін осында үлкен бір ескерткіш орнатсақ па деген ойымыз бар. Тағы да басқа мақсаттар бар алдыда, айтқанша шығып. Соның бәрін енді осы халық болып, ауыл болып, жұмылып, көп көрсе көлдейді. Анау-мынау жоқ, қиыншылық, анау-мынау демей, қолда бар дүниемен қолда не көмектер аламыз, соның бәріміз осыны қолдап, осы бастаманы ары қарай жылжытсақ, сонда жаңағы біздің аталарымыз соғыстан қайтпаған, осы жерде сол кісілерді майданды тамақпен, киіммен қамтамасыз еткен үлкен апаларымыз бар. Сол кезде бала болып жүрген
қазіргі ақсақал болған аталарымыз бар. Солардың бәрінің алғысын алатын едік. Соны енді келесі жылы осы жерге 9 майға ескерткіш орнатамыз деп кәміл сендіруге етіңіздер. Рахмет сіздерге. Енді мына жаңағы армиялда айтып отыр ғой. Көп нәрсені біз өзімізде жаңағы бүгін көп нәрсенің басын көріп отырмыз. Енді осы бастығымыз жақсы болсын деп, барлықтарыңыздың денсаулықтарыңызға жақсы болып, аман-есен болыңыздар. Енді Құдай сол келесі жылға жаңағы мерекеге бәріміз осында жеткізсін деп тілеймін. Келесі сөз Марат Мұсаханұлына беріледі. Осы ауылдың жиені. Құрметті жолдастар, жаңа алдарыңызда балаларыңыз жақсы тілеп айтып сөйлеп кетті. Сол балаларыңыздың біреуімен мына мерекелеріңіз құтты болсын, аспанымыз ашық болсын, аман-есен болайық. Бағана түрлі қазақ айтып жатыр ғой, мынаны жасап бересіз деп. Ол жасап беруге оған күмән жоқ. Өйткені Исабеков Қайыпбектің туған жиені мен болам. Ол әкеміз аяқтан келген жоқ, жатқан жері торқа болсын, мына ел жұрты аман-есен болсын, сол үшін ат салсам деп уәдемді беремін. Келесі сөз ауылымыздың басшысы Дүнгенбек ағаға беріледі. Құрметті ағайындар, үлкен кіші, ата-ана, балалар, бүгін біздің ауылда үлкен тарихи жағдай болып отыр. Оның куәгері өздеріңіздер. Бүгін мінекей мына құлпытасты ашқалы отырмыз. Бұл құлпытас дегеннің өзі осы келешекте үлкен етіп салудың жобасын естеріңізге салу. Келешектегі сіздердің алдыңызда, біздің алдымызда тұрған мақсаттың барлығы сол құлпытастың қаржатын жиып, өз есебімізден қайткенде де сол жасауымыз керек. Жаңа алдымызда бөлігі азаматтар, сыртта келген азаматтар, бұл ауылдың осы мектептің түлектері, өздерінің балаларын, жаңағы халқымыздың тілінде мәдениетінен ауытқып кеткен жағдай. Себебі қазіргі үлкенді шыдау деген кетіп бара жатқан жағдай. Осының бәрін ескере отырып, қайткенде де сол жаңағы жастардың бағытын орай өзгерту үшін ауылым деп жаңағы едіретін адам ететін асырау, соларды өсіру мақсатында осыны орнатып отырмыз. Қазіргі сөйлеген азаматтарды осы оқушы балалармен кездескенде жаңағы сыртта жүрген азаматтардың атымен бірнеше рет атадым. Бексұлтан бар, Сұлтанбек бар, Армел бар, жаңағы осы жерде отырған азаматтар бар. Неге осы Ақжазықтың осы қазіргі түлектерінен осындай азаматтар шықпайды деп ойлаймыз.
Әрине ондай азаматтар шығады. Қазіргі мына қиыншылықты бетперде жасап алып, бәріміз осы қиыншылықтан құтыла алмаймыз деген мақсат болмау керек. Біздің келешегіміз осы жастар болғаннан кейін осы ұсақ балалардан бастап тәрбие жұмысын бере алуымыз керек. Ұрлық, қарлық деген біздің Ақжазықтың ауылын жайлап алған. Қайткенде де соған жаңағы тосқауыл қоятуған осы жас балалар арқылы болу керек. Оны тоқтату жаңағы ақсақалдарды мойындау деген сөз. Үлкен кетіп бара жататын болса, үлкенге сәлем беру. Баяғыда біздің әкелеріміз айтатын, далаға шыққанда қайда бардың? Біреуді көрдің бе, көрсең сәлем бердің бе деп. Кімнің баласы деп сұрайды дейтін. Сонда кімді жаңа айтып беретін болса, Қарынбайдың немересі, Ноғайбайдың баласы десең риза болып қалатын. Қазіргі жастарымыз ондайды білмейді ғой. Соны айту, айтпау үлкеннің міндеті ол. Балаларымыз кешігіп келеді, ар кетеді, бері кетеді, тәрбие жұмысын қазір қолдан шығарып алдық. Қазір сіздердің алдарыңызда сөйлеп отырған азаматтардың барлығы мына қазіргі осы мектепте жүрген оқушылардың жағдайынан әлде қайда нашар жағдайда оқыды. Орыс тілін білмей оқыды. Міне өздерінің тіршілігі, өздерінің азаматтығынан қазір ең үлкен бір қатарлы жерде жұмыс істеп отыр. Оның өзі бізге қуаныш. Ал енді осы Ақжазық ауылындағы мінерде кішкентай балаларға айтатынымыз. Мынау құлпытасты оқығанда ары-бері жүрген кезде имандылық ауызда болу керек. Осы жерде мысалы міне екі ферманың адамын түгел Ақжазық Жамыл колхозының Аққұдық ауыл советінің адамдарын түгел жинап отырмыз. Біреуіңіздің бауырыңыз бар, біреуіңіздің әкеңіз, біреуіңіздің немересі болсын, шөбересі, теге жиені болады, не құдасы болады. Мен мұнда ештеңем жоқ деген сөзден аулақ болуларыңыз керек. Осы жерде құрметтесеңіздер, балалардың барлығы ауызбірлікте дұрыс болады деген сөз. Бұдан шығып былай қарай шыққаннан кейін ар жағында мешіт тұр. Мешітті құрметтеу деген үлкенді құрметтеу, имандылықты құрметтеу. Келешекте ауызбірліктің ең бір мақсаты осы имандылықта, мұсылмандықтың жолында тұрғанын білесіздер. Міне Мұхаммед пайғамбардың дін жолындағы жазылған дүниесі күні бүгінге дейін тарихтан сызылмай келе жатыр. Себебі ол өзінің адал жұмысын келе жатқан дүние. Қандай ақсақалдар болатын болсын, бұрынғы уақытта айтатын ғой. Сағатын көруге шақырамыз. Маусым айының 22-сі бейбіт жатқан елдің іргесін бұзып, неміс фашистері басып кірді. Бұл қасірет сонау батыста болса да, оңтүстік шығыстың бір қиырында, Жоңғар Алатауының етегінде жатқан Ақжазық ауылында ескерусіз қалдырмады. Отан қорғауға осы ауылдың ер азаматтары аттанды. Соғысқа аттаныс. Уақалайық, ол қасірет жалғыз біздің басымызға келген емес. Ол бүкіл ел басына келген қасірет. Оған белді бекем бұу керек. Мына ауылдың ат тізгінін тартсынер,
ер азаматтары ел қорғауға аттанғалы отыр. Ер азаматтар, аман барып сау қайтыңдар. Арттарыңдағы ата-аналарыңды, туған жерлеріңді ұмытпаңдар. Қаһар төгіп келе жатқан жанымға ешқандай аяушылық жасамаңдар. Жауын аяған жаралы деген сөз бар шіректарым. Өз ауылда кәрі құртаң бала шаға сендердің орындарыңды жоқтатпай сендерге көмек қоямыз.